Саламатсыздар ма? Қалдарыңыз қалай? Бүгін көркем жазу сабағының 6-шы сабағы. Бүгінгі сабақта біз ю және я әріптерін қосарлы дыбыстарды көркем жазып үйренетін боламыз. Дауысты дыбыстар. Ю әріпін жазып үйренейік. Ол үшін біз жазу жолақшамыздың үстіңгі бөлігінен төменгі бөлігіне дейін түзу түсіреміз, көлбеу түзу жағалай отырып. Келесі белін сызамыз. Сосын сопақша жасаймыз, о әріп сияқты. Жазу жолақшамызды толтырып. Екі ашық тастаймыз. Келесі тағы да түзу түсіреміз. Белін сызамыз орта тұстан және сопақша жасаймыз. Келесі тағы да екі ашық тастай отырып түзу түсіреміз және белін сызып сопақша жасаймыз. Бұл біздің ю әріпіміз. Келесі я әріп. Я әріпін жазу үшін жазу жолақшамыздың төменгі бөлігінен жоғары қарай көлбеу түзуді жағалай отырып көтереміз және төмен түсеміз. Қолын созамыз. Екі ашық тастап тағы да я әріпін жазамыз. Келесі тағы да екі ашық тастаймыз. Әр әріпті жазу жолақшамыздың соңына дейін ережені сақтай отырып жазып шығамыз. Енді осы әріптерге мысалға сөз жазайық. Мысалы, ою. О әріпін жазу үшін сопақша жасаймыз. Және қолын созамыз. Түзу түсіріп. Ою. Келесі я әріпіне қатысты қоян сөзін жазайық. Ол үшін әріпін көлбеу түзу жағалап төмен түсеміз. Әріпін саламыз. Қолын созамыз. Келесі о әріпін жазу үшін сопақша, я және н. Қоян. Оян сөзін жазайық. О, я, н.